Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз сендермен Қазақстанның көрікті жерлерімен танысуды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Түркістан. Сабақта алдымызға қоятын мақсаттарымыз мәтіннің атауын талқылау және берілген мәліметтерді іріктеу. Тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Сабақты бағалау критерийлері. Мәтіннің тақырыбын талдайды, берілген мәліметтерді іріктейді. Бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазады. Яғни бүгінгі сабақта орындаған тапсырмаларың осылай бағалау критерийлерімен бағаланады. Енді, құрметті оқушылар, оқулықпен жұмысымызды бастаймыз. 14-ші бетті ашайық. 14-ші бетте бірінші жаттығуда бізде Түркістан мәтіні берілген. Бұл мәтінмен жұмыс істеу барысында бізге берілетін дескриптор мәтіннің тақырыбын талдайды, берілген мәліметтерді іріктейді. Оқулықта берілген мәтіннен басқа мен сендерге мынадай бір қызықты деректерді бергім келіп отыр, балалар. Түркістанды көне заманда Шауғар деп атаған. Ол Ұлы Жібек жолының бойында Қаратау мен Сырдария өзендерінің ортасында орналасқан ежелгі қала. Сол заманда шаһарға тырнадай тізілген қоңыраулы керуендер батыстан да, шығыстан да ағылып келіп жататын болған. Қала мұсылман діні орныққаннан бастап Иясы деп аталған. Ал 1598-1628 жылдары Есім хан Иясыны Түркістан деп атап, оны Қазақ хандығының орталығы етті. 16 ғасырдың соңында Түркістан Ахмет Яссауидің әсем де зәулім кесенесінің арқасында Орта Азияның рухани орталығына айналды. Ата-бабамыздан қалған керемет жәдігер, қасиетті Тайқазан да осы қалада орналасқан. Тайқазан 1399 жылы 25 маусымда Түркістан қаласының батысында 27 шақырым жерде орналасқан Қарнақ елді мекенінде сирек кездесетін 7 асыл металдың қоспасынан құйылған. Ол қандай металдар дейміз ғой, балалар? Мырыш, жез, қола, қорғасын, мыс, күміс, темір. Міне осы металдардың қоспасынан жасалған Тайқазан. Қазанның салмағы 2 тонна, сыйымдылығы 3000 литр. Биіктігі 1,60, диаметрі 2,42 метр. Тұғырының биіктігі 0,54, диаметрі 0,607 метр. Тұғырын мына екінші суретте көріп тұрсыңдар, балалар. Міне осындай қасиетті қаланы екінші Мекке деп атаған. 1903 жылы Түркістанға алғаш теміржол келген. Қазір Түркістан тарихи және туристік қала. Енді оқулықта берілген бірінші жаттығуды, яғни мәтінді оқыңдар. Мәтінді оқығанда алдымен қала туралы, одан соң кесене туралы мәліметтерді іріктеп оқыңдар. Яғни ішінен іріктеп сөйлемдерді бөлесіңдер. Қала туралы сөйлемдер, мәліметтер және кесене туралы мәліметтерді бөлек іріктеп оқыңдар. Бүгінгі сабақтың грамматикалық тақырыбы, балалар, дефис және сызықша. Дефис орфографиялық таңба болып табылатын болса, сызықша пунктуациялық таңба. Дефис пен сызықшаның айырмашылықтары неде, балалар? Дефис келген жерде кідіріс жасалмайды. Бұл дефистің сызықшадан ажыратылатын басты белгісі. Сызықша сөйлемнің мазмұнына әсер ететін болса, дефис мазмұнына әсер етпейді. Дефис сызықшадан қысқа болып таңбаланады. Жалпы осы тақырыпқа түсірілген
Менің YouTube каналымдағы сілтеме сендерге беріліп тұр балалар. Сол жерден осы тақырып туралы қосымша тағы да мәліметтерді ала аласыңдар. Енді оқулықпен жұмысымызды жалғастырайық. 15-ші бетте жаттығумен жұмыс болады. Бұл жерде бізге қойылатын дескриптор балалар өлең жолдарының тиісті жеріне дефисті ережеге сай қояды, дефистің қойылу себебін талдайды. Бізге оқулықта Мағжан Жұмабаевтың Түркістан өлеңі берілген. Яғни балалар өлеңді көшіріп жазып, тиісті жерге дефис қоюларын керек. Ережеге сүйене отыра, ол дефистің қойылу себебін талдап көріңдер. Енді бүгінгі сабаққа берілетін кері байланыс балалар. Бүгінгі сабақ ұнады ма сендерге? Яғни, мына кестенің бірінші бағанына, егер сабақ ұнаса, не ұнады сендерге сабақта? Соны қысқаша жазып қоясыңдар. Сабақ ұнамады. Егер сабақтың қандай да бір бөлігі ұнамаса, оны да көрсетеміз. Неге ұнамады сабақ? Мен оны білуім керек, яғни келесі сабақта оны ескеретін боламын. Яғни сабақта сендерге не ұнамады, нені түсінбедіңдер ме екен бе әлде? Сабақ қызықты болды. Не қызықты болды екен балалар сендер үшін бүгінгі сабақта? Оны да осы үшінші бағанға жазып, бүгінгі сабақ бойынша осындай кері байланыс берулеріңді сұраймын. Ол кері байланысты сендер дәптерге орындап жіберсеңдер де болады. Болмаса өздеріңе орындауға ыңғайлы болса, 1, 2, 3 деген сандармен белгілеп, мысалы бірінші бағанды 1, екінші бағанды 2, үшінші бағанды 3 деген санмен белгілеп, комментарийға да жазып қалдырсаңдар болады. Сабақ ұнаса, ұнады деген белгіні қойып қойыңдар. Ондай болатын болса бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.